Ассалаумағалейкум, құрметті жақсылар, құрметті достар, қадірменді менің көрермендерім. Эфирде сіздермен Камалбай Юсупайұлы, психолог-консультант, парапсихолог, халық емшісі және психосоматолог, исламтанушы, теолог маман. Алла қаласа бүгін сіздермен дүрбелең шабуыл жайында сөз өрбітетін боламыз. Енді дүрбелең шабуылдың не екенін осы кезге дейін мен сіздерге айтып келе жатырмын, айтудан да шаршамаймын. Енді қараңыз, бүгінгі тақырып не жайлы болмақ? Бүгінгі тақырып кейбір клиенттер маған хабарласады. Ағай, сізбен сөйлескен кезде мен жақсы болып қалам, күшті болып қалам. Бірақ өкінішке орай менің жақындарым, туысқандарым, әке-шешем, қайнатам, қайненем, немесе жора жолдасым, құрбы құрдастарым ешқайсысы мені түсінбейді. Себебі мен оларға айтсам, сенің ешкің ауырмайды, сен ауру емессің, сен сап-саусың, сен адамдарды алдап жүрсің, бізді алдап жүрсің деп айтады. Өйткені неге? Себебі менен дәрігерлер ешқандай ауру тапқан жоқ. Шынымен де диагнозым барлығы тап-таза, түгел анализ тапсырдым, заключение барлығы жақсы, ешқандай қорытынды барлығы керемет, ешқандай менде не ауру жоқ. Медицина тілінде менде ауру жоқ. Бірақ өкінішке орай менің әке-шешем түсінбей жатыр дейді. Қараңыз, осы видеоны сондай дүрбелең шабуылмен ауырып жүрген адамдардың жақындарына арнаймын. Мен өзім арнайы психолог, маман ретінде, психосоматолог және халық емшісі ретінде, және осы состояниені, осы жағдайды мен басымнан өтірген адам ретінде, кезінде осы жағдайды мен басымнан өткізгенмін, және өзім осы жағдайдан, осы проблемадан құтылып, адамдарға осы состояниеден шығуға көмектесіп, қолдау көрсетіп жатырмын. Жеке жұмыс жасаймын адамдармен, топпен жұмыс жасаймын деген сияқты. Сондай маман ретінде бұл проблема бар. Бұндай ауру бар. Бұны психологияда дүрбелең шабуыл деп атайды. Орысшасы паническая атака дейді, тревожное расстройство, немесе депрессивное тревожное расстройство дейді. Жаңағы айтқан ВСД дейді, вегетососудистая дистония медицина тілінде. Бұл қандай нәрсе? Жаңағы дүрбелең шабуылмен ауырып жүрген, мазасызданып жүрген адамдардың жақындарына айтатын. Бұл қандай нәрсе? Бұл ауру емес негізінде, бұл психикалық проблема, психикалық расстройство, психикалық бұзылыстар. Бұл ауру, яғни бұл проблема негізі медициналық аурудан да жаман. Жаман болғанда жаңағы прямом смысле емес, жаңағы шын мәнінде кәдімгі рактан, немесе жаңағы айтқан Паркинсон болсын, Альцгеймер деген сияқты анау емі жоқ ауру деп жатыр ғой, солардан жаман емес әрине. Бірақ бұл состояниеде жүрген адам үшін бұл өте, былайша айтқанда, қорқынышты, қатты азапты, қатты қорқынышты. Бұның адамға ешқандай зияны жоқ дей тұрғанмен, паническая атаканы, яғни дүрбелең шабуылды басынан өткізіп жатқан адам ғана бұның қиын жағдай екенін, бұның өте азапты жағдай екенін жақсы біледі. Оның айналасындағы адамдар ешқайсы түсінбейді ол адамды. Ол адам состояниесін түсінбейді. Себебі олар тек қана сыртқы формаға қарайды. Сен сыртқы формаға ғана мән береді да, сыртқы формасына қарайды. Сенің түрің тым жақсы, әп-әдемі, ешқандай ауруың жоқ, дәрігерге бардық, қаралдық, ешқандай проблемаң жоқ. Оның организмінде, немесе оның физиологиясында проблема болып жатқан жоқ негізінде. Оның проблема мына санасында, физиологиясында проблема болып жатқан жоқ деп бұл жерде 100% айта алмаймын. Себебі физиологиясында да белгілі бір мөлшерде мазасыздық болып жатыр. Себебі паническая атака өзімен бірге неврологический расстройство шақырады. Неврологический расстройство дегеніміз біздің нерв жүйке жүйеміздің мазасыздануы. Түсініп жатсыз ба? Қараңыз, адам паническая атаканың кезде, яғни дүрбелең шабуыл дегеніміз қатты азапты қорқыныш түрі. Қатты адам қорқып кетеді өзіне өзі, сол кезде бізде тахикардия болады, жүрек қатты соғып кетеді өзіне өзі. Қорқыныш қайдан пайда болғанын өзі білмейді. Дүрбелең шабуылға түскен адамның қорқыныш қай жақтан, қай жерден келіп жатқанын өзі білмейді. Бірден қорқыныш пайда болды, страх пайда болды, бірден взрыв дейді ғой, былайша айтқанда. Бірден жарылды қорқыныш. Бұл адам қорқыныштың ішіне түсіп кетті. Жанындағы адамдар болса да, әке-шешесі болса да, жақындары, әйел бала-шағасы, күйеуі, туысқандары, жора жолдасы болса да, ол адам өзін жалғыз сезіне бастайды. Ол адам бір қауіп-қатерде сезіне бастайды өзін. Сонан жүрек қатты соғады, давление көтеріледі. Сосын асқазан қатты шаншып ауырады, бірақ асқазанда ештеңе жоқ. Жүрегінде ешқандай проблема таппайды дәрігерлер. Давлениесі тексереді. Бұлай жүргенде нормально, ешқандай давлениемен ауырмайды деген сияқты. Головокружение, бас қысып ауырады, басы айналады, бірақ басында ештеңе жоқ. МРТ жасатады, КТ жасатады. Ешқандай басында ауру жоқ, невропатолог ештеңе таппайды.
инсульттің признактері, инфаркттың признактері, ешқандай аурудың признактері жоқ. Бойы, тұла бойы тап-таза, бүткіл аурудан. Бірақ дей тұрғанмен, әлгі адамның мазасы қашып жатыр. Ендеше бұндай состояниеде тұрған адамды сіз қалай мазасызданбайды, қалай ол өтірік алдап жүр деп айта аласыз? Қараңыз, бұл жағдайды Алла Тағала сіздің басыңызға бермесін, Алла сақтасын негізінде. Себебі сіз действительно медицинский ауруыңыз болса, патологический сізде денеңізде ауру болса, сол ауруды білесіз, сонымен жұмыс жасайсыз, ол ауру жазылады, Алланың қалауымен, соң кеткеннен кейін спокойно боласыз. Ал бұл аурудың, бұл проблеманың, жаңағы психический дүрбелең шабуылдың қашан кететінін сіз біле алмайсыз, қашан одан арылатыныңызды біле алмайсыз. Ол әр қашан сізде приступ беріп, судорога беріп, кәдімгідей мазаңызды алып тұрады, дірілдетіп мазаңызды алып тұрады. Сонсыз, онымен длительный жұмыс жасау керек болады. Бұл состояние шығу үшін длительный жұмыс жасау керек болады. Жанында жүрген адамдарды мен, ондай дүрбелең шабуылға түскен адамдардың жанында жүрген адамдарды мен 100% түсінемін. Өйткені олар шаршайды. Себебі анау мазасы қашып жүрген адам постоянно негатив айта бергендіктен соған шаршайды, болды, доғар дейді, ашуланады. Мысалы, күйеуі шаршауы мүмкін, немесе күйеуінен әйел шаршауы мүмкін, әке-шешесін шаршатуы мүмкін. Себебі дәрігерден дәрігер, емшіден емші, бармаған жер жоқ, баспаған тауы жоқ, барлық жерге алып барады, бірақ ешқандай ем қонбайды. Көрдіңіз ба? Неге? Өйткені ол кісіге дұрыс диагноз қойылмай жатыр, оның бойында дүрбелең шабуыл бар екен, оған айтылмай жатыр, және проблемасымен дұрыс жұмыс жасалмай жатыр. Керісінше ол емшілерге алып бару арқылы ол жерден психикалық травмалар, жарақаттар қайта алып жатыр. Массажистке алып барады. Өткенде бір клиентім келді, массаж жасап жатсам, массажистке айттым дейді, менің денемде бір жыбырлап жүр, бірдеңе жыбыр. Онда сенің ішінде жын бар деп айтты дейді. Көрдіңіз ба? Массажистер олай сөйлеуге ақысы жоқ. Сондықтан жын жайлы сізде информация жоқ па, олай айтуға ақысы жоқ. Сонан әлгі астаналық клиентім менің, сол кісі дереу сол жерде автоматически панический атакаға түсіп кетті. Мазасы қашып, массаж жасатып жатқан бойда ішінде жын бар деген сөзді естіген кезде любой адам мазасы қашады ғой енді. Ішіңде тылсым күш бір, жоқ бір, көзге көрінбейтін жын жыпыр сенің ішіңде жүр деген нәрсе любой адамды, қалаған адамды қорқытады. Кімді болмасын бұл нәрсе қорқытады, шошытады. Сонан әлгі массажист сондай сөзді айтты да, психический травма алды, психикалық жарақат алды. Сонан панический атакаға сол жерде түседі. Январ айында массаж алып жатқан кезде просто расслабиться ету үшін, тынығу үшін, тек массажистке айтты, массажист жаңағыдай жауап берді. Қой, ештеңе емес, нормаль кетеді деп айтса болады. Оны парастезия. Білмей ма, білмейтін нәрсесі білмеймін деп айту керек. Яғни ол массажист, массаж жасап жатқан адам білмейді ол. Ол білмеймін деп айту керек. Ішіңде жын бар деп, яғни мен білемін, сен ішіңде точно жын бар деген нәрсе, ол ақымақтық, надандықтан басқа ештеңе емес. Оның ішінде ол адамда жыбырлап жүрген нәрсе парастезия дейді. Нервный системаның, нерв тамырларын, жүйке жүйесінің шаршауынан адам кей кезде көп жұмыс жасап кетеді, немесе ұйқысы қанбай қалады, сол кезде денемізде нерв тамырлар жыбырлайды. Оны невропатологтар, психотерапевттер жақсы біледі. Көрдіңіз ба? Қараңыз, дүрбелең шабуыл сондай физиологиямызда да бір ауруларды не істейді, бізге сездіртеді. Бірақ негізінде ол аурулар на самом деле жоқ бізде. Себебі органдарда ешқандай повреждение жоқ. Органдарымыздың барлығы, ішкі құрылыстарымыз, сыртымыз, тәніміз түгел сапсау. Бірақ адамда бір мазасыздық, аяқ қол қалықтарау, жүрегінің айналасы шаншу, жауырыннан шаншиды, желкеден ұстайды, басының арасы жыбырлап, головокружение, басы екі жағы қысып ауырады, аяқ қолында тремор, діріл, немесе аяқ қол мұздап қалады. Осындай симптомдар бар. Қалайша енді сіз бұндай адамды ауру емес деп айта аласыз? Яғни бұл шынымен негізінде ауру емес. Медицинский жағынан, медициналық жағынан ешқандай ауру емес. Бірақ ауру тек қана медициналық тұрғыдан болмайды. Адам физиологиясында ғана ауру болмайды. Ауру психикалық жақтан да, яғни неврологический жақтан да ауру болады. Соны ұмытпаңыз. Сондықтан егер де сіздің жақыныңыз осындай проблемамен жолыққан болса, осындай проблемамен жүрген болса, керісінше оған поддержка жасаңыз. Ештеңе болмайды, сенде бәрі күшті болады, уайымдама. Бұл жай ғана паника деген сияқты жылы сөздер айтып, оны жұбатыңыз. Ол паническое расстройство, яғни дүрбелең шабуыл қайта-қайта ол адамға келе береді. Себебі ол білмейді қашан құтылатынын. Егер дұрыс, саналы түрде, дұрыс адаммен, дұрыс наставникпен жұмыс жасайтын болсаңыз, бұл состояниеден, бұл жағдайдан түбегейлі құтыласыз. Түсінесіз ба? Түбегейлі құтыласыз.
Сондықтан достар, панический атакадан қорқудың қажеті жоқ, яғни дүрбелең шабуылдан қорқудың қажеті жоқ. Бұл адам өлтіретін, адамды бір инсульт, инфаркт қылатын ауру емес. Дүрбелең шабуылмен ауырып жүрген жақындарыңыз болса, осы видеоны жіберіп қойсаңыз болады, кішкене көңілдері тынышталсын. Мүмкін біреулер диагнозын табады. Бір кісілер жүреді ғой, менің диагнозым таба алмай жатыр. Врачтар, диагнозды таба алмау деген нәрсе мүмкін емес, достар. Бүткіл нәрсенің диагнозы табылады. Врачтар егер бір проблема сізден таппай жатса, демек сізде ешқандай проблема жоқ деген сөз. Яғни сіздің физиологияңызда ешқандай ауру жоқ. Сізде проблема неврологический болуы мүмкін, неврологический. Оны невропатологқа барасыз. Егер невропатолог таппаса, онда психотерапевтке барасыз. Өйткені психотерапевт дәрігердің білетінін невропатолог білмейді. Сонсыз ба? Психотерапевттің білетінін невропатолог білмейді, невропатологтың білетінін психотерапевт білмейді. Көп жағдайда, 99% білмейді. Сондықтан невропатологта табылмай жатса проблемаңыз, нерв тамырларыңыз бәрі жақсы, нормально деп жатса, онда сіз тікелей психотерапевтке барыңыз. Жарай ма? Психотерапевт сізге диагноз қойып береді. Егер сізді диагнозды ВСД немесе паническое атака, паническое расстройство деп қойып берсе, мұнымен осы расстройствоны жақсы білетін, немесе басына түскен, осы состояниені басына өтірген қазіргі кезде психологтар шығып жатыр. Құдайға шүкір, елімізде бар. Сондай мамандармен жұмыс жасасаңыз, индивидуальный жұмыс жасаңыз, мейлі топпен жұмыс жасасаңыз, мышлениеңізді өзгертіп, санаңызды өзгерту арқылы, яғни сана арқылы тәніңізге әсер етесіз. Яғни психосоматика дейміз ғой. Біздің психологиямыз арқылы, біздің соматикамыз тәнімізге әсер ете аламыз. Яғни санамызды реттейтін болсақ, денеміздегі симптомдардың барлығы кететін болады. Сондықтан бұл нәрседен қорқпаңыз, достар. Ештеңе болмайды, бәрі керемет осындай болады. Окей болады, әдемі болады, өмір дейтін өте әдемі. Сондықтан бір Аллаға тәуекел етіп, дуа жасап, Алладан жеңілдігін сұрасаңыз, Алла сізге осы жолдан шығуға көмектесетін бір адамды міндетті түрде жолықтырады. Алла өміріңізге берекет, бастарыңызға амандық, дендеріңізге саулық берсін. Уайымдамаңыздар, шаршамаңыздар, тек қана алға баса беріңіздер. Сіз барлығын жасай аласыз, сіздің қолыңыздан бұны жеңу келеді. Аман болыңыздар.